Мен бүгін шешіп ойындым, сіздерге ловушка жасап үйретем. Мынау Стив мен Данияр деген досым, атта отырған сабарман. Ал мынау Пияз деген Тияз қуатым. Мынау да менің досым, екеуміз мынандай ловушкаларды көрсетемін. Бірінші ловушка мынау. Мысалы біреу жүгіріп бара жатқан кезде мынаған түсіп қаласың, және оның шығу қиын. Өйстіп қамап қаласың. Тек тортушки болса ғана өте аласың. Ал екінші ловушка мысалы үйіне біреу кіріп қашып сөйтіп отырған кезде мынаны бассаң, ол адам ловушкаға түсіп мынандай терең жерлерге түседі. Мысалы міне өйстіп өліп кетеді. Ал кейінгі ловушка мыналар. Бұлар кәдімгі полдарға өйстіп өсек қоясың, секретін тамыңды. Басасында тез көрсетші қайтып екен. Егер білмейтін адам болса, бәрін басып өлетін еді, мысалы осылай. Бәрін өйстіп өлесің. Ал егер бұл жерде тұрып ойлансаң, болды өлесің. Ал тағы да басқа мынаны көрсеттім. Мынау біздің кім ұшқысы кәс? Мен ұшып көрсет. Сен де ұшшы. Мынау біздің ультра удар деген сияқты бір нәрсеміз. Басшы дес. Кейін бірінші ұшып көрсетейін да, кейін сырттан түсіріп. Басты қазір шетке динамиттер түседі да. Ой, мен түсіп кеттім. Бұл ничего, бұдан қатты ұшады, мен просто түсіп кеттім. Дес, басынан басшы, мен түсіп. Дес, басшы. Данчо басшы. Мен тұрайын. Шеттерден динамит түседі осылай аналардан. И олар бізді удармен төбеге ұшырады. Енді түсіндім. Мынау неге осылай бұл ловушкамыз. Біреуің басында смен ұшайын. Кейін барып қараңыз. Жоқ бұл кетті. Тұрсай. Тестер ұшасын. Қазан бас тез. Сонымен Диас қайтыс болады. Мына ловушка былай. Мама? Бұл үйіңіздің алдына пистолет сияқты қойып қоясың. Міне мына рычагты басасың. Міне. Көрдіңіздер ме? Қайтыс болады анау. Мынау арқылы жасыл. Бұның бәрін жасалу керек. Қалай жасалатынын көргілеріңіз келсе каналға жазылып лайк басыңыздар. Мен ерден егер сіздерге тағы да басқа қызық видеолар керек болса, лайк басыңыздар. Ұйықтап сөйлей беремін. Қазан болды. Если мынаның секретін, мынаны енді білетін шығарсыздар, мынаны, ал егер мынаның секретін білгілеріңіз келсе, каналға жазылыңыздар. Мынаны да секретін көрсетеміз. Мына поркты қою қиын, соны қайтып қою керек екенін үйретеміз. Және тағы да басқа қандай ловушка сіздерге үйретейік. Сіздер білмейтін шығарсыздар.
мысалы міне өйстіп киіп аласыңдар. Бұл соткада ойналған Майнкрафт если соткадан да ойналады. Қызықты сөйтіп ойнайсың бәрін. Ертеңгі диас 1, 2, 3 шығып кетті. Мыналар түзеу танчы кішкентай зомби дегендерді ловушкаға түсіреді жануар қылып қойып. Данияр ловушка ана выживание қылымды каменші сөйтіп қосулы қылып алсай жазып мақма. Ватыр көмектесіңіздер. Кеттім мен. істеватсың? Мына сиырдың үстіне мініп алған ғой. Не өткен, не істеватыр? Міне, қамап тастадық. Видео істеватсың ба? Өзім түстім. Көрдіңіздер ме, бір адам тықып қойды ловушка. Істей алмай жатырмын. Тачо, көмектес. Мен түсірдім өзім. Не дейсің бауыр? Үшінші қашан қаласында. Атқа ат қойып қойғасын көрсем білесің ба? Қалай қоясың оны? Танчо, жүрші. Не қылды, Танчо? Жүрші. Тираны зомби. Көрші. Стивтер шығып кетті. Біз бәріміз бір жерде ойнап тұрмыз. Камбаның сиырға отырып алып зомби кеттім, сонымен төгілсем. Хо-хо-хо-хо. Кім атып отыр? Қаштық. Шап. Сабжан келіп көресің ба? Мынаның үстіне тұрамыз да. Жылқымен бірге ұшам, жылқы өлсең безавит. Шпан. Бір көте атпен шығарсың. Маман келіп. Қазір ана екі оқтан секіреміз. Секір өттік. Рахмат, сен аған жерінде жүрсің ба? Ағамен кіре берсін, жам күткен еді ғой. Ат үш болыпты, қаранадан секір өтем ка. Ат оны үстінен секір өтем. Қазір атып алды. Қалай атып отыр, қара адам айт қазір. Уш. Міне. Егер ұнап жатса, каналға жазылып қайтпасын. Келесі осы ловушканың секреттерін көргілеріңіз келсе лайк басып, ловушканың секреттерді комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл менің бірінші видеом.